Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Сіздермен бірге түркі қазақ арнасы. Және біз бүгін арнада не себепті біраздан бері жаңа видеолар жарияланып жатқан жоқ деген тақырып жөнінде сіздермен бірге осындай видеода сұхбаттасқым келіп отыр, құрметті ағайындар. Жалпы арнаға жаңа видеолардың шықпауына бірнеше себептер бар. Олардың ең басты себептерінің бірі уақыт тапшылығы, ағайын. Мына күнделікті қу дүние, жұмыс деген, жұмыстан қолды босату соңғы кездері мүлде мүмкін болмай кетті. Одан кейін оқу деген бар. Бұл өмірде оқу ешқашан таусылмау керек дейді. Әрқашанда білім іздену керек деген сондай бір ұранды ұстанған адамдар қатарына жатамыз. Сол себепті де қазіргі таңда да мен жоғарғы оқу орындарынан кейінгі білім беру орындарында оқимын, құрметті ағайындар. Міне сондай оқу жұмыстың арасында одан кейінгі күнделікті майда-шуда шаруашылық мәселелері бар. Сол демекші бос уақыт таба алмай жатқан жағдайларымыз бар. Міне осындай бір демалыс аясында миды тынықтырып жүрген жағдайымыз бар. Осындай кезде осылай еркін форматта видео түсіріп өздеріңізбен сұхбаттассам деген ниет болып отыр. Енді осылайша видеолар шығарсам сіздерге қалай болады екен білмедім. Жалпы байқап көреміз енді. Осылай мынадай бір керемет Алла тағаланың жаратылыстары, біздің достарымыз қара айғырды мініп алып тұрып, өзекті мәселелер бойынша сұхбат жүргізсек, құрметті ағайындар. Алдағы уақыттарда осындай серуендеу барысында мен видеолар түсіретін боламын. Әр түрлі тақырып жөнінде. Тарихи тақырыптар, қазақтың көкейкесті мәселелері бойынша. Бұл видеоны мен енді көп созбай қоя салайын. Бұл видеоны қазір осымен тәмамдаймыз. Бірақ дегенмен осы видеодан кейін артынша Жошы хан туралы, Шыңғыс ханның басқа балалары, Шыңғыс ханның өзі жайлы, сондай-ақ қазақтардың тарихына қатысты көптеген ақпараттарды осы видеолар арқылы жеткізгім келіп отыр. Себебі ақпараттар өте көп жиналып қалған. Осы ақпараттарды өзіңіздермен бөліскім келеді. Енді бұлайша видео жасап, оны монтаждап, оны күрделі видео қылып шығаруға мүмкіндік болмай жатыр, құрметті ағайындар. Сол себепті де осылай жай серуендеу барысында, мынадай керемет табиғат аясында мен осылай видео шығарғым келіп отыр. Осылай көрейік ендеше. Құдай қаласа алдағы уақытта қызық видеолар болады деп ойлаймын. Себебі тақырыптардың өзі қызық. Сол тақырыптарды сіздермен бірге талқыласақ, құрметті ағайындар.